Кореяға қашан рабочий виза беріледі? Көп адамдардың қоятын сұрақтары осындай. Қараңыздар, соған байланысты мен сіздерге бір ақпарат айта кетейін. Біз соны білу үшін специально Өзбекстанға келдік. Өзбекстанда қалай болып жатыр деп. Бірнеше агентствода болдық, консультация алдық. Оказывается, әлі де Өзбекстан азаматтары, как положено, рабочий визамен барып, Кореяда жұмыс жасап жатыр. Оның ішінде жаңа заводтарда белгілі бір мамандығымен барады, қолында бірнеше жылға визасы бар, официальный зарплатасын алып, сол жақта жақсы зарплатамен жұмыс жасай береді. Қазақстандықтарға баяғыда мүмкіндік бергенде уже олар заңсыз жүрмей, заңды түрде жұмыс істей беретін еді. Бізде де Кореямен келісіп жатыр ғой. 2-3 жылдан бері әлі келісіп жатыр, ол жақын арада да әлі қосылған жоқ, қосылады деп те ойламаймын. Пока айтылатын ақпарат осы, Өзбекстанда барып жатыр. Енді Қазақстаннан сіздер әлде Кореяға барам деген ойларыңыз болса, тек қана сол туристік визамен, кетамен бара аласыздар. Егер сол жағынан сіздерге көмек немесе консультация керек болса, бізге хабарласаңыздар болады.